жын шайтандарын шығарып тұру керек. Әйел адам, ер адам ұрып жатқанын көрдіңіз ба енді? Әр адам, әр еркек өзінің үйінде бір самец болу керек қой. Ер адамдар өзгермейді, әйел адамдар өзгереді. Тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбаны болдым. Мен міндетті түрде алам. Менің келіншегім де оған қарсы емес. Армысыздар достар, сіздермен Гендерлайк жобасы қайтадан қауышып отыр. Бүгінгі спикерлеріміз сіздерге құнды ақпарат беретініне сенімдіміз. Ендеше студия қонақтармен таныстырып өтейін. Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы Гүлмира Шрахметова және тележүргізуші Ануар Карбозов. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Енді әңгімені бізде өзекті болып отырған тұрмыстық зорлық-зомбылықтан бастасақ, Гүлмира ханым, жыл басталғалы бізде тенденция қандай, жалпы қандай баға бересіз ситуацияға? Жыл басталғалы тенденцияға келетін болсақ, алдыңғы жылдарға қарағанда немесе пандемияның әрекет еткен кезінен бастап қарасақ, анағұрлым жағдай бір қалыпты. Себебі неге деген сұрақ тууы мүмкін. Ол мысалы полиция қызметкерлерінің тарапынан жасалып жатқан жедел профилактикалық шаралардың нәтижесі, жемісі деп айтсақ болады. Осы жыл басталғалы бері Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінде құқықтық тәртіп, тұрмыс, сосын кейін пьяный водитель, сосын кейін участок деген жедел профилактикалық шаралар өткізілді. Бұның барлығы, яғни әкімшілік аумақтарда учаскелік полиция инспекторларымен бірге басқа да басқарма инспекторлар, басқа да басқарма қызметкерлермен жаңағы әкімшілік аумақтарда аралап, халықпен тілдесіп, кімде қандай проблема болып жатыр, мысалы сол құқық бұзушылықтардың немесе қылмыстардың алдын алуға бағытталған шаралардың көптеп өткізілуінің нәтижесі деп айта аламыз. Екінші жағынан біздің полиция департаментінің ресми сайттарында, әлеуметтік желілерде адамдардың құқықтарын қорғау тетіктері, сонымен қатар жаңағы кейіннен белең алып жатқан қылмыстардың алдын алуға, халықты ескертуге, сондай абайсызда соның жаңағы құрбаны болып кетпеуге бағытталған осындай профилактикалық ақпараттандыру жұмыстарды белсенді жүзеге асады. Жалпы қандай да бір статистика бар ма, көрсеткіштер? Енді жыл басынан бері қарай деп айтатындай біз енді жалпы 90 жарты жыл, сосын кейін бір жылдың қорытындысы деп қарастырамыз ғой. Бірақ енді дегенмен де айта кетейін, мысалы былтырғы жылмен салыстырғанда күнделікті жүзек каналына, яғни жедел басқару орталығына түсетін қоңыраулар санының азайғаны байқалады. Қазір мысалы пандемияға қарағанда қазір халықтың көбі жұмыста, халық қазір жаңағы қашықтықтан жұмыс істеуге үйренді. Ол енді мысалы ненің кезінде, наурыз айының кезінде, карантин басталған кезде ол халыққа кәдімгідей не болды ғой? Дағдарыс болды. Психологиялық тұрғыдан дағдарыс болды. Адамдар ондайға үйренбеген, адамның еркін жүріп тұру құқығы шектелді мысалы. Аса қажеттіліксіз дәріхана, мысалы дәріхана, дүкен, тағы да басқа жерлерге баруға тыйым салды. Осының барлығы адамдардың мінез құлқына, жүріс-тұрысына кері әсерін тигізгені бар. Ануар, сен әйеліне әлімжеттік көрсететін еркектерге көзқарасың қандай? Енді бұл мәселеге бірден түбегейлі қарсымын. Ер азаматтың әйел адамға қол көтеруі бұл ақылға қонымсыз дүние деп ойлаймын. Мен көпшілік осындай пікірде болса, мен де сондай пікірдемін. Жалпы ер азамат егер әйеліне, өзінің келіншегіне, жұбайына қол көтеретін болса, бұл біріншіден отбасыдағы берекенің кетуіне, ертең отбасыда өсіп келе жатқан балаларың бар, олар да көреді. Бұл біріншіден жаңағы отбасыдағы жағдайдың, шаңырақтың шайқалуына келіп соғады. Бір қол көтерген
әйеліне бір рет қол көтерген азамат ол болды, өзін ер азамат деп санамауы тиіс. Көп тұста кейбір адамдар ойлауы мүмкін, әйелдер өздерінің тілдерінен де тауып жатады деген пікірлер бар шығар. Бұл тұста мен олармен келсемін. Көп жағдайда енді әр азамат жалпы отбасы жағдайында еркек, ер азамат өз орнын білуі тиіс, әйел азамат өз орнын білуі тиіс. Егер де әйел азамат ер азаматтан бір саты төмен тұрса, ешқандай да мұндай олқылықтар болмайды деген ойдамын. Енді кейбір жағдайлар болуы мүмкін, енді еркектердің бір психологиялық ауытқулары болса, бәлкім сондай тіптен айтып жатады ғой, енді қарапайым тілмен айтқан кезде әйел адамның бір жын шайтандарын шығарып тұру керек, бүйту керек, сөйту керек деген бір ойларын ашық айтып жатады ғой. Мен бұндай Ануар мырза, сіздің сөзіңізді бөлейін, иә? Мен айтып алайын. Бұл жерде енді мен ондаймен мүлдем келіспеймін. Ол дұрыс емес жағдай. Жалпы кез келген өркениетті елдерді қарайтын болсан, бірінші кезекте бұл ер азаматтың әйел адамға қол көтеруі бұл болмайтын жағдай. Ең төменгі деңгейдегі ер азаматтың бұл әйеліне қол көтерген еркек, бұл авторитеті дейміз ғой, беделі төмен еркек деп ойлаймын. Мен бұған мүлдем қарсымын. Жақсы. Мен Ануарға бір сұрақ қойғым келіп тұр, жаңа айтып тұр ғой, ер адамнан әйел адам бір саты төмен тұрса деп. Сол саты сіздің түсінігізде, сол сатының ішіне не кіреді? Мысалы, кез келген жағдайда, мысалы, бір дискуссия болып қалды дейік үйде, бір келіспеушіліктер, сол сәтте әйел адам, мысалы, әйел қырық жанды деп жатады, әйелдің өте шыдамды, төзімді болып жатады дейді. Әйел адамның еркек адамға қарағанда қулығы басым екенін мойындауымыз керек. Бұл тұста ер адам психикалық тұрғыда бір өте бір сондай бір вспыльчивый деп жатамыз ғой. Әлсіз. Жоқ, әлсіз емес бұл тұста. Ер адам ашушаң, мысалы бір жұмыстан шаршап келеді, ол енді өзіне... Әйел адам шаршамайды. Жоқ, шаршайды. Бұл тұста енді мысалы, бұл жерде біз әйел адамның рөлін былай қарайтын болсақ, ол үйде бала-шаға қарайды. Бұл тұста мен айтқым келіп отқан жоқ, әйел адам тіптен жұмыс істемейді, болмаса ер адам сияқты шаршамайды. Әйел адамның жұмысы одан да көп екенін мен мойындаймын. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Әйел адам бірақ еркекке қарағанда әлде қайда қулау. Сол үшін ол төмен тұру керек. Жоқ, мәселе ода емес. Егер де осындай бір келіспеушілік болған жағдайда әйел адам еркекті сәл жылы сөйлеп алдай салса, ер адам деген аңқау. Ол неге алдау керек? Ол бала ма ер адам? Неге алдау керек? Сіз мысалы үйдегі жағдайда сізге қайттан бір өзіңізге сұрақ қойыншы. Үйде осындай бір келіспеушілік жағдай болды. Сіздің ер азаматыңыз, сіздің жолдасыңыз сөзден қайтпайтын азамат. Сіз де сөзден қайтпайтын азаматсыз. Сол кезде не болады? Қандай жағдай болады? Сіздер не істейсіздер? Бір-біріңізді тыңдамай, әрмен қарай ұрса бересіздер ме? Мен мысалы үйде менің 3 балам бар, Аллаға шүкір. Біз әу баста былай келіскенбіз өзімнің келіншегіммен. Былай істейік. Бір ұрыс болды, үйде бір өте бір сондай бір қатты ұрыс болды. Сол кезде айттым мен бұдан кейін келіншегіме. Былай істейік. Бұдан былай ертең үйдегі береке кетеді, ол рас, бір күндік ұрыстың 40 күндік қырсығы бар деп бекер айтпайды ғой. Мен әйеліме айттым бірден. Давай былай істейік. Егер де бұдан былай мен ашуланып, мен қайтпай жатқанымды көрсең, сен бірден беріле сал, жақсы, сенікі дұрыс деп айта сал. Не болмаған жағдайда, мысалы мен әйелім өзінің пікірін айтып, жоқ, сенікі дұрыс емес десе, мен айтам, жақсы, мейлі, сенікі дұрыс. Тіпті исламда да мынандай дүние бар, шариғат жолында көптеген ұстаздар айтып жатады, адам егер бір-бірімен 3 күннен артық ұрысатын болса, ол үйден періште кетеді дейді. Сондықтан да, егер келіншегімен бір күн ұрысып, 3 күннен артық сөйлеспейтін болсан, ол үйден береке кетеді міндетті түрде. Осы принципті мен әлі күнге дейін ұстанам, ол менің миыма қонып қалған. Егер 3 күннен артық сөйлеспеуге менің ондай мүмкіндігім жоқ. Мысалы, ұрысып қалдым ба, мен айтам,
жақсы, сенікі дұрыс, болмаса егер де мен мойындамай, ол да мойындамай жатқан жағдайда мен төсегімді басқа бөлмеге барып салам, ол өзінің бөлмесінде жатады екенбіз. Ашу тарқау үшін. Бұл қарапайым психология. Бұл жерде велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. 3 күннен кейін адам бір-біріне жақындай түседі. 3 күннен кейін ол жайлап уже береке кіре бастайды. Мен келіншегіме әу баста сол ұрыстан кейін мен өзіміздің үйдегі, бұл біздің үйдегі тәртіп, осындай бір принцип, мен ұрысып, мен тоқтай алмай жатқан жағдайда келіншегіме айтамын, сен басыла сал, сен үндемей қоя сал. Ал ол ашуланып жатса қайтесіз? Ол ашуланып жатқан жағдайда мен де өз ойымды білемін, менің 3 балам бар, мен ертең оймен 40 пышақ болып о жерде төмпештеп, ондай дүние жоқ. Мен тағы да айтамын. Сіз қайтесіз ол ашуланып жатқанда? Мен егерде тіпті болмай жатқан жағдайда айтып отырмын ғой. Менің қатем болса, мен мойындай алатын адаммын. Сондай бір, мен кешірім сұрай алатын адаммын, бірақ менің келіншегім өкінішке қарай ондай жоқ. Көп жағдайда рас айтамын, ертең бұл бағдарламаны көрсетемін, мен міндетті түрде оған осы бағдарламаны көр деп. Мен келіншегімді өте парасатты, өте дана деп айта аламын. Бірақ ол ашуланбайды. Мен оның сөзіне құлақ асамын. Бұл жерде бір ешқандай не жоқ. Бұл жерде отбасы болғаннан кейін сенікі дұрыс, менікі дұрыс деп тартысу жоқ деп тұрсың ғой сен, бәрібір. Тартысу жоқ, тартысу болмайды емес, болады әрине, ол тұрмыстық жағдайда көп нелер болады ғой, мысалы, ана неге бүйтіп қоймадың, неге мынаны былай қоймадың, неге былай істей салмадың деген сияқты ондай моменттер болады, бірақ бір үлкен ұрысқа әкелетін сондай бір үйдің берекесін кетіретін дүние болатын жағдайда менің бірден білмеймін неге екенін, сол ислам дініндегі жаңағы көптеген имамдардың айтқаны сол ойымда қалып қалған екен. Ануардың сөзі мен былай жалғастырайын, бір күні көшеде ер адам келе жатыр екен. Дала алай бұлай боран. Сосын алдынан бір көрші шыққан ғой енді. Қайда бара жатсың азамат деп. Дала боран ғой десе, бұл боран онша емес, үйдегі боран бұдан да қатты деген екен. Сонда ер адамның ақылдылығы, ер адамның еркектігі, азаматтығы сонда тұр, үйдегі әйелі ашуға басып жатқан кезде, сыртқа шығып, ол психологияда да жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бар, ол нені жаңағы ұрыс керістің кезінде диалог болмаса, бір жақтан ғана монолог бола беретін болса, ол арғарай өрбімейді, кикілжің арғарай бармайды. Мен мысалы бізге маған хабарласатын әйелдерге, келіншектерге сондай ақыл кеңес берем. Жаңағы Ануарға кішкене шабуылдап жатырмын ғой, бірақ дегенмен де ер адамды тыңдайын деп жатырмын да. Күйеуіңіз ашуланып келсе, мысалы, бірақ көп әйелдер сөйтеді негізінде. Ғабит Мүсіреповтің айтқан сөзі бар ғой, ақылды әйел күйеуінің айтқан сөзінің тозын бұрышын алып тастап, қант қосып тыңдайды дейді. Сосын кейін тағы да мынандай ақыл сөз бар. Әйел адам, ақылды әйел ашуланса жеңіледі. Ақылды әйел емес, әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді деген сөз бар. Яғни жаңа сіз айтып отырсыз ғой, олар қу деп отырсыз әйелдерді. Қу емес, еркелі. Айлакер деп айтайыншы, бұлай айласы көп болу керек. Олар сіздің жолдасыңыз үйге ашуланып келген жағдайда сізде онымен ұрысты бастап кетесіз бе? Жоқ, бастамаймын. Біз 23 жыл бірге тұрамыз. Біздің де отбасымызда бір ұл бір қызымыз бар. Оның да шаршап келетін кездері болады, менің де шаршап келетін кездеріміз болады. Сол кезде жаңағы сіз айтқандай, мен жолдасым аяқ астынан ашуланып, жүйкесі бір сыр беріп, сондай нәрселерге өзін-өзі жеткізбейді. Ал менің тарапымнан ондай нәрселер болады, енді мен ашуланып қалатын кездерім болады. Өйткені жұмыстың қиындығы бар, психоэмоционалдық жағдайлар бар, үйдегі жұмыстағы дүниелер бәрібірде бізге әсерін тигізбей қоймайды. Мысалы, мен кешкілік жұмыстан үйге қайтқан кезде, осы кейінгі кезде жаңағы тенденцияға айналып бара жатқан дүние, ер азаматтардың бүкіл шама шарқысы үйіндегі отбасындағы әйеліне, баласына ғана шамасының келуге. Болмашы бір проблеманы көтере алмай, біздің ер азаматтарымыз неге солай сақталып бара жатыр?
Құдай сақтасын, мысалы соғыс болатын жағдай болатын болса, майданға, наверное, ер адамдар емес, әйел адамдар шыға ма деген ой келіп қалады маған. Неге десеңіз айтайын, иә? Неге десеңіз айтайын. Енді ел қорғаны дейді, отбасы шағын мемлекет, шағын отан. Сол отанды қорғай алмай отырған адам, ана көзіне көрінген 2-3 балапанына теперіш көрсетіп, әйеліне теперіш көрсетіп отырғанда ертең елдің басына күн туса, ол қаруды алып шыға ма, шықпай ма деген ой келеді маған. Енді мен осы салада тікелей қызмет атқарып жүргеннен кейін, енді еліміздің патриоты болғаннан кейін, жалпы еліміз халық дұрыс дамыса, ұлағатты дұрыс өнегелі, тәрбиелі, дұрыс ұрпақ болса деген оймен осындай нәрселерге ойланамын. Жаңа сіз де сөзіңіздің басында айтып өттіңіз ғой, жалпы отбасындағы үлкендердің жүріс-тұрыс моделі балаларға үлгі, балаларға өнеге. Бірінші әлеуметтану сабағын балалар өз отбасынан алады. Мысалы, енді өздеріңізді естеріңізге түсіріп көріңіздер. Бала кезде, бала 5 жасқа шейін ұл мен қыз бала ойнап жүрсе, олар міндетті түрде әке, не шеше рөлдерін ойнайды. Сосын кейін қуыршақтарын жаңағы бала қылып ойнайды. Яғни, олардың күн ой көретіндер отбасындағы жаңағы не ғой, мысалы 5 жасқа шейінгі психологтардың айтатыны, балаларға үлгі ол ата-анасы. 6 жастан 13 жасқа шейін ол беделді ұстаз. Ал 13 жастан 21 жасқа шейін ол ортасы дейді. Яғни 21 жаста толық адам тұлға ретінде қалыптасып, өзіне қажетті дүниелерді толығымен алып, қажетсіз дүниелерді жаңағы сүзгіден өткізгендей алмайтын дүниелер болады екен. Әлеуметтік желіден бір танымал ағамыздың пікірін оқыған едім. Қазір еркектер ұсақталып кеткен жоқ, керісінше әйелдер іріленіп кетті деп. Сонда Ануар, сен еркектердің ұсақталып кеткенмен келіспей отырсың, иә, бұл пікірмен? Мен келіспеймін. Бұған мүлде қарсымын. Ер азаматтың өз орны бар. Ер азамат әр уақытта өз сөзін айта алады. Бұл жерде бір мысалы бір отбасын алайық. Мысалы әр адам, әр еркек өзінің үйінде бір самец болу керек қой, былайша айтқан кезде. Ол өзін көрсете алмаса, оған көпке топырақ шашудың қажеті жоқ. Әр еркек өзінің жұмысын, өзінің ісін атқаратын болса, бұл жерде еркек ұсақталмайды, еркектің ешқандай несі жоқ. Бәлкім бетпақ әйелдердің кесірінен шығар. Сондай дүние болуы мүмкін. Өкінішке қарай, қазіргі біздің мәдениетіміз заман дамыған сайын, біздің көптеген әйелдеріміз, бәрін айтпаймын енді, жалпы бізде еліктеушілік өте көп. Батысқа қарай тепе тең болу керекпіз, 50-де 50 болу керекпіз, біз бірдей болу керекпіз. Неге? Біздің мәдениетімізде, біздің... Біз сонда бірдей болмауымыз керек па? Тең болмауымыз керек па? Әйел адам жоқ. Бір саты төмен болу керек. Бір саты төмен болу керек. Біздің бүкіл Қазақстандағы бүкіл заңдар жаңағы гендерлік теңдікті көрсетеді, иә? Осыдан бәрі басталады. Неге деген сауалдан бәрі басталады. Неге деген сауалдан бәрі басталады. Жоқ, онда біз заңымызға қайшы шықсақ, онда біз заңды талаптарын орындамыз. Осы уақытқа дейін ата-бабаларымыз 4 әйел алып келген, 4 әйелді барлығын теңдей ұстаған. Қай сол біздің ата-бабаларымыз өздерінің әйелдерінің өзінің басынан жоғары шығарған. Қай ата-бабаларымыздың, Құнанбай атамыздың 4 әйелі болған, Құнанбайдың әйелдері оған бүйтіп айтқан ба, болмаса былай істе деп. Ешкімнің ондай бір ойы болған дегенге сенбеймін. Өкінішке қарай, соңғы кездері былай еліктеушілік өте көп батысқа қарай. Айтады ғой, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Тозығын қалдырда, озығын алайық деп біз қазір 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз, иә? Енді мен бәрібір тең болмау керек деп есептейсің. Әйел адам бір парасатты дедіңіз, иә? Ақылды, мен оны тыңдаймын дедіңіз. Мен оның дұрыс пікірлерін өзіме алам, ол өз орнын біледі. Мен ылғиды айтамын оған. Сен өз орныңды білесің бе? Оның орны қай жер? Ол менен бір саты төмен тұрады. Ылғи. Мысалы, мен айтсам оған кез келген дүниені, ол өз орнын біледі. Мысалы, менің жасап жатқан дүнием қате болмаса, бір тиімсіз, пайда әкелмейтін дүние болса, ол маған бірден айтады. Ануар, мынау жасап жатқан дүние өкінішке қарай, енді болмайтын нәрсе, бұдан ешқандай пайда келмейді, не сен пайда көрмейсің. Мен өзімше бір ашулануым мүмкін, бірақ мен оның сөзін ойыма алам да. Мен өзімше жасайым деген дүние емес, бірақ енді мен оның сөзін ойыма алам да,
Санасасың. Дұрыс жерін, аға. Дұрыс жерін санасқан кезде санаспаймын, енді дұрыс жерін аламын да өзіме пайдалы дүниені аламын. Енді әйелдерді соған бола ұру деген сияқты ойларға, мысалы, жаңа әлімжеттік деп жатсың ғой, аягөз, ондайға мен қарсымын. Әйел адам ол қисық қабырғаны қанша түзейм десең де, ол қанша ұрсаң да ол түзелмейді, ол не сындырасың, не түзелмейді, ол сондай дүние, ол солай жаратылған. Сіздің ойыңыз, сіз ер мен әйел тең болу керек деп есептейсіз, яғни серіктестер сияқты. Жалпы өзі отбасын құрған кезде, мысалы, біз Ракстармен жұмыс жасаймыз. Менің келіншегім тура осылай айтқан. Отбасын құрған кезде, жаңағы неке деген ол шын мәнісінде шарт. Ер мен әйелдің, яғни екеуінің сол некеде қандай рөлі бар, кім нені атқарады, ол бала тәрбиесінде болсын, жаңағы үйдегі жұмыстар болсын, жаңағы туыстарға қатынас болсын, соның барлығы алдын ала келісіліп сөйлесілу керек. Енді бұның барлығының негізінде сезім болады, сезім. Енді бірін-бірі жақсы көріп ұнатқан адамдар, мысалы, бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын адамдар, бір жарым жылға жетпей ажырасып жатқан кездер болады, жаңағы саяқ сылдырлап, жаңағы қол сынып, дене жарақаттары алып жатқан жағдайлар болады. Сол кезде айтам, сіздер енді осыдан бір жыл бұрын немесе біраз уақыт бұрын бір-бірлеріңізсіз өмір сүре алмай үйленейік деп, отбасын құрайық деп сөйтіп келісіп бардыңыздар ғой, не болып қалды? Осы уақытта, азғантай уақыттың ішінде не өзгерді? Сонда ер адамдар айтады, мен ойладым, ол осы қыз күнінде қалай жүрді, солай болады екен деп ойладым дейді. Ал қыздар айтады, мен оны өзгереді екен деп ойладым. Жігіт кезіндегідей емес, жаңағы ер азамат отбасын құрғаннан кейін түзеледі деп ойладым деп. Сонда қарап отырсаңыз, екі жақтың да қателесуі. Шын мәнісінде ер адамдар өзгермейді, әйел адамдар өзгереді. Сен қалай ойлайсың, Ануар? Бұл жерде адамның психологиясына байланысты шығар. Өзгереді, неге өзгермейді? Ал ерлер ше? Ер азаматтар, бұл жерде енді мен тағы да айтам, бұл жерде де психология тұрғысынан қарау керек шығар. Бұл жерде адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Бірақ мен өз ойым, әйел адам әр уақытта бір саты төмен тұру керек. Бір саты деген бір қиын болды. Бір саты көтерілмей қойды бүгін. Бір сағат бойы бір сатында. Мысалы, енді жарты сатыға көтеретін шығармыз, аягөз екеуміз екі жақта. Жартыбасы мүмкін. Жоқ, енді еркек ол егер де дұрыс бағыт бағдар көрсетіп, егер отбасын қажетті деңгейде асырап, жаңағы керек жарағын алып беріп отырса, әйел адамның да өзінің жарына... Ол сіз тек материалдық тұрғыдан ғана айтып отырсыз ғой. Мысалы, бізде тұрмыстық зорлық зомбылықтан көп адамдар, қоғам жалпы ойлайды, әлеуметтік әлсіз топтарда, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларында тұрмыстық зорлық зомбылық дамыған деп ойлайды. Олай емес. Бізге хабарласатын, жалпы біздің қызметке жүгінген қоңыраулар болсын, біз соларға енді талдау жасаймыз ғой. Сонда қандай жаңағы жақсы қамтылған отбасы болса да, қандай қамтылмаған отбасы болса да бар. Ол тұрмыстық зорлық зомбылық ол дінге, нәсілге, ұлтқа, мемлекеттің саяси дамуына, экономикалық дамуына, ұстанған діни бағытына қарамайды. Ол барлық жерде бар. Ол жаңағы адамдардың өзінің дұрыс қарым-қатынас жасап, дұрыс тіл табысып, дұрыс өмір сүруіне байланысты. Бұл әрбір адамға байланысты ма? Әрбір адамның өзіне байланысты. Онда сіз неге айтып отырсыз, еркектер ұсақталып барады? Еркек деген тенденция солай болып тұр ғой қазір. Қазіргі тенденция солай болып тұр. Көп еркек әйелін ұрып кетті дейсіз ғой? Иә, ұрады. Оның көбі, неге байланысты болуы мүмкін? Ішімдікке байланысты. Ішімдікке байланысты. Екінші кезекте материалдық тұрғыда. Жасалатын қылмыстардың көбі, осы отбасы тұрмыстық саладағы жасалатын қылмыстың көбі 80% ішкіліктің кесірінен орын алады. Және материалдық. Не ол үйіне ішіп келеді, не үйде отырып бірге ішеді, осының кесірінен. Немесе жаңағы жалпы ішкілік. Енді сол 80% дедім ғой, енді қалған 20% сол жаңағы ұсақ түйек бірін-бірі түсінбестіктен орын алады. Сен маған сөйтпегенде бүйтпедің,
Оның ішінде еще қызғаныш та бар, жаңағы ішкіліктің ішінде. Ер адамдардың әйелдерін қызғануы. Неге сол кезде әйел адамдар ер азаматтарын қызғанбай ма? Енді ол қызғанса да ұрмайды ғой еркекті. Әйел адам, ер адамды ұрып жатқанын көрдіңіз ба? Физикалық тұрғыда ол әлсіз болып тұр. Әлсіз. Сонда еркектер ақылын емес, бұл жерде қара күшті қолданып тұр. Күшпен жеңгісі басымдық танытқысы келеді. Гүлмира ханымнан айтыңызшы, мысалы, мен тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбаны болдым. Не істеуім керек? Ең бірінші, ешкімнен қорықпай, 102-ге қоңырау шалуыңыз керек. Көбінесе әйел адамдар 102-ге қоңырау шалуға қорқады, жүрексінеді, қоғамның оны дұрыс түсінбейді деп ойлайды, туған туыстарынан бәрінен ұят көреді оны. Шын мәнісінде сіз құрбан болып тұрып, сізге ұялудан қажет жоқ. Сізге жаңағы сондай құқық бұзушылық жасаған адам ұялу керек керісінше. Сосын кейін осы жағдайды пайдаланып, Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінде әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының сенім телефоны бар екенін айтқым келеді. 71-60-63, қайталап айтайын, 71-60-63. Бұл жерге хабарласу арқылы психологиялық және құқықтық көмек ала алады адамдар. Жаңа құқықтық көмек бергеннен кейін біз ары қарай істің процессуалдық шешім қабылдануына да атсалысамыз. Енді бұл телефонның қазір кеңінен таралуы соншалық, қазір маған Атырау, Қарағанды, Қазақстанның барлық аймақтарынан да хабарласып жатады. Сонда хабарласқанда мені күйеуім ұрды, маған көмектесіңізші деп айтамын, көмек сұраймын. Осы жолы Атыраудан бір әйел адам хабарласты, 4 баласы бар екен, үйінде жаңағы күйеуі ұрғаннан 2 баласын үйге тастап, 2 баласымен сыртқа далаға. Жалаң аяқ қыз түгін солай шыққан. Хабарласып тұр. Сосын кейін сол Атыраудағы мен сияқты осы қызметтің жетекшісіне хабарын беріп, телефондарын бір-біріне беріп, ол кісілерді байланыстырдым. Қазір әйелдің жағдайы бір қалыпты. Ол кісіге қалалық әкімдіктен, сосын кейін волонтерлар көмектесіп, пәтерін 1 айға жалдап беріпті. Енді ол кісі 1 айдың ішінде өз шешімін шығарып, ары қарай тұратынын, не тұрмайтынын өз шешеді. Сосын жаңағы тұрмыстық зорлық зомбылық орын алған үйге Ішкі істер министрлігі қорғау нұсқаулығын береді, нұсқамасын. Осы жайында айтып берсеңіз, мүмкін кейбіреу білмейтін шығар. Қазақстан Республикасының тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасының 20 бабына сәйкес қорғау нұсқамасы деген норма бар. Бұл қорғау нұсқамасы агрессорға, бұл жерде тек қана ер азамат деп айтпайын, мысалы агрессор әйел адам болса, әйел адамға да қойылады. 1 ай мерзімге 30 күнге беріледі. Қорғау нұсқамасы бұл жәбірленушінің еркіне тыс, оны қудалауға, онымен сөйлесуге, жаңағы телефон арқылы SMS жіберуге, тағысын сол сияқтылардың бәріне тыйым салынады. Бұл не үшін беріліп отырған дүние? Бұл адамдарға ойлануға, жаңағы тежеуші фактор ретінде беріледі. Адамның өзінің іс-әрекетіне өзі баға беріп, өзі соған саналы түрде ойлануға беретін уақыт. Бұл уақыт ішінде учаскелік полиция инспекторы бұл отбасымен профилактикалық жұмыс жасайды. Яғни аптасына 1 рет бұл кісіні мекен-жайы бойынша тексереді, немесе ол кісі жұмыстан қайтып келе жатқанда жаңағы учаскелік полиция пунктіне барып, жағдайды түсіндіріп, қазір енді кейіннен біз тәжірибеге алған, қолданысқа алған бір жайт бар, бейне байланыс арқылы. Өйткені пандемияның кезінде біз жаңағы емін-еркін кіріп жүре алмай қалдық қой, сол себептен жаңағы бейне байланыс арқылы, егер ол үйінде отырған болатын болса, әйелмен де тілдеседі, ермен де тілдеседі. Сондайда үрдіске енді. Қазір енді кішкене бәсеңсіді ғой, жағдай алғашқыдай емес. Қазір учаскелік полиция инспекторлары ол адамдармен тікелей жұмыс жасайды. Ал егер осы қорғау нұсқамасына бұзған, 1 айға жеткізбей жаңағы жәбірленушіге қатысты тағы да құқық бұзушылық орын алатын болса, онда жаңағы хаттама толтырылады. Осы 461 бап бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық бабының 461 бабы бойынша материал сотқа жолданады. Сотта соттың шешімі бойынша не ескерту алады, не 5 тәулікке қамаққа алынады.
Бұның барлығы ойландыратын факторлар, бірақ көбінесе адамдар осындай нормалардың бар екенін біле бермейді. Қыз балалар болсын, әйел адамдар болсын, осындайға шыдап, көніп жүре береді. Мен ба жалғыз таяқ жеп жүрген байынан шыдай берейін деп. Негізгі жалпы отбасында осы эфирді пайдаланып айтқым келеді. Қазақта мынандай дана сөз бар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің. Отбасында жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ұшқынын шет жағын болсын көзінің қырымен көрген бала, ол балада сондай сәрекетке болады екен деген сияқты. Маған да осылай істеуге болады екен деген пайда болады. Ал қыз бала егер анасына қатысты сондай нәрсе жасалған болатын болса, қыз балаға бойында онда соған төзушілік пайда болады. Моя мама тоже терпела, я тоже буду терпеть деген сияқты мысалы. Жаңасында өзі зорлық-зомбылық көрсететін агрессордың өзі құрбан болып тұр, кішкентай кездегі балалық травмалардың. Енді оларға біз қалай көмектесеміз? Мүмкін осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін қандай да психологпен жұмыс істеу керек шығар? Бізге енді бірден 102-ге хабарласу керек. Хабарласқан әйел адамдарға сол отбасыларына біз міндетті түрде не береміз? Психологтың көмегін ұсынамыз. Не себепті? Мысалы, бізде қаламызда 28 үкіметтік емес ұйымдармен бізде меморандум жасалған. Оның ішінде бірнешеуін атап өтейін. Мысалы, рухани қоғам деген ұйыммен біз тығыз жұмыстамыз. Бізге хабарласқан әйел адамдар отбасыларымен, балалармен барып, сол жерде психологтың көмегін тегін алады. Мысалы, енді психологтың қазір нарықтағы жұмысының 1 сағат енді есептейміз қанша, бұл кісілер тегін түрде бүкіл отбасымен жұмыс жасайды. Сосын кейін қорғау деген топ бар, не бар бізде, үкіметтік емес ұйым. Ол жерге бізсіз-ақ адамдар өздері хабарласып, сол жерден көмек алып жатыр. Бұл психологтар агрессормен де жұмыс жасайды, жаңағы әйел адаммен де жұмыс жасайды, семинарлар, тренингтер өткізеді, онлайн жаңағы нелер жасайды, іс-шаралар өткізеді. Жақсы жалпы. Енді психологқа бармайын дейтін ер адамдар болады. Мен ауру емеспін. Психолог деген ол аурулар демейді деп. Енді бұл жерде де ара жігін ажырата білген дұрыс. Психолог пен психиатр екеуі екі түрлі маман. Бұл жерде, дұрыс айтасыз, менталитетке сіңіп қалған ба, сондай бір дүние бар да. Жалпы менің ойымша, тұрмыстағы бұндай зорлық-зомбылықтардың болмау үшін жазаны күшейту керек деп ойлаймын. Дұрыс айтады, жазаны неғұрлым күшейтсе, сол кезде тұрмыстағы зорлық-зомбылық мейлінше аз болатын шығар деген ол. Қазіргі қолданыстағы заңның олқылықтары бар. Біздің мысалы кәдімгідей қолымызды байлайды. Жаңағы құқық бұзушылық орын алған орынға үйге барған кезде біз агрессорды не бар 3 сағат қана ұстауға құқығымыз бар. 3 сағаттан кейін ол әрине үйіне барады. Одан сайын ашуланып, шуға булығып, ол одан сайын. Мысалы, біз сондай жағдайдың алдын алу үшін әйел адамды дағдарыс орталығына орналастырамыз. Нұр-Сұлтан қаласында үміт дағдарыс орталығы бар. Бұл жерде әйел адамдар отбасымен барып тұрады, тегін түрде, ешқандай ақы төлемей, 6 айға шейін осы жердің қызметін алады. Бұл жерде психологтар бар, заңгерлер бар, әлеуметтік қызметкерлер бар. Осы отбасымен жаңағы тікелей жұмыс жасайды. Енді қарап отырсаңыз, бұл да заң тұрғысынан енді біз отбасының мына жаққа жәбірленуші жағымен жұмыс жасай береміз де, сосын 6 ай уақыты біткеннен кейін ол әйел адам бала шағасымен өз отбасына оралады. Бұл жерде агрессормен ешкім жұмыс жасамаған. Агрессор сол бая қалып, таз қалпы қалады. Бұл мәселе жалпы қоғамның әрекетінен деп ойламайсыз ба? Мысалы, бақта жәбірленушілерді ғана береді. Жаңалыққа шығарғанда біз өзіміз жасамыз ғой, мысалы. Ана жерде осындай қыз зорланды, немесе осындай жастағы 3 баласы бар әйелді күйеуі ұрып кеткен, бірақ агрессорға ешқандай белсенділік, агрессордың қылмыс жасағанын айтпаймыз да, керісінше жәбірленушіге көп көңіл бөлеміз. Мүмкін осыдан да бір осындай проблема туындап отыр. Қалай ойлайсыз? Енді бұл сөзіңізде жаны бар. Мысалы, бұл жерде енді адамның құқықтары, адамның жаңағы жеке басының немесе жеке өмірінің құпиясы деген дүниелер бар. Біз жаңағы жәбірленушінің өзін ашық
анықтап көрсете алмаймыз. Мысалы бетін бұлыңғырлатып қоямыз. Иә, мысалы. Ал әйел адам жарайды оған көнделік. Ал ер адамдар олар күшін ала жөнеледі ғой. Олар өздеріңіз де байқап жүрсіздер ғой. Барған жерде мысалы камераға тарпа бас сарылып, оператор тұрып жатқан ер адамдар мысалы болады. Қалай ойлайсың? Менің ойымша енді бұл енді аз қуанышқа орай азайып жатыр дедіңіз, иә? Иә, қазір міне жылдың басы басталғалы 1 ай 19 күн болды ғой. Қазір былтырғы кезеңмен салыстырғанда қылмыс саны аз қазір. Кейбіреулер қалжыңдап әлеуметтік желіде пандемия басталғалы бері ерлі зайыптылар үйде отыр, соның кесірінен керісінше ажырасулар көбейіп жатыр деп бір қалжыңдап жатқан кездер болды. Негізі ол рас, статистика шықты ғой, ажырасу көбейген, өйткені бірін-бірі түсінбеушілік, төрт қабырғаға бәрі қамалып отырады, барлық жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық та көбейіп кетті соған қатысты. Бұған бірінші кезекте білмеймін, менің ойым, менің өзімнің позициям бұл бірінші кезекте жаңағы сол ішімдік дедіңіз, одан кейін сол бір материалдық жағдай шығар. Егер де барлығы қажетті деңгейде, мысалы, қалтасы қалың, не жеймін, не ішемін деп уайымдап ойламай жүретін болса, егер бәр жағдайың болса, бұл тұста енді Ануар мырза, неге менде мысалы мынандай бір отбасы бар, иә? Әйелі 3 жұмыста жұмыс істейді. Күйеуімен бірге тұрмайды. Балалары әйелмен бірге. Енді әйел адам ол ана ғой, жаны шүберекке түйіп, осы балаларыма жаңағы дұрыс өмір, дұрыс білім, дұрыс тәрбие берем дейді, сол жанын шүберекке байлап, сол балалар үшін өмір сүріп жатыр. Ер азамат заңды некеден ажырасқан, емін еркін, қайда жүрем, қайда оям демейді. Ойына балалар түскен кезде телефон шалады да, балаларды қазір маған бер. Мен қазір балалармен кездесем дейді. Балаларды береді ғой енді. Түнгі ма, сағат 2 ма, 3 па, бала киінулі ма, киінбеулі ма, жаңағы енді ол әйел адамның сөзіне байланысты айтады. Фастфуд, жаңағы балаларға жеуге болмайтын дүниелер, мысалы, екінші баласында аллергиясы бар екен, мысалы. Ол білмейді, әкесі. Енді әкесі біле ма, білмейме, енді ол балаларын бір көріп тұр, енді оған қуаныш қой енді. Енді сондай отбасылар бар. Енді бұл жерде енді ер адамға кім бөгет? Бала шағамды асыраймын, жаңағы материалдық жағдайын ойластырамын. Әйелім, сен қиналып жүрсің ғой, неге 3 жұмыста істейсің? Сен 2 жұмыс немесе 1 жұмыс істе, мен балаларды қамтамасыз етейін, асырайын деуге болады ғой. Бұл жерде ер азаматтың санасыздығы болып тұрды. Неге ондай санасыз ер азаматтар көбейіп кетті, сұрақ осында болып отыр? Неге санасыз ер азаматтар көбейіп кетті деген жағдайға келіспеймін. Неге өйтіп айтасыздар? Ол көпке олай топырақ шашудың қажеті жоқ қой. Жоқ, көпке шашпаймыз. Неге көбейіп кетті деп тұрмыз? Ер азаматтардың ішінде мықты бір емес бірнеше отбасын асырап отырған ер азаматтар бар. Жоқ, біз бүгінгі тақырып тұрмыстық зорлық-зомбылық болғаннан кейін біз шындықты айтып отырмыз, қоғамдағы бар дүниені айтып отырмыз. Енді тақырып егер бақытты отбасы болатын болса, онда біз әрине анандай ер адамдарды айтушы едік. Өзінің отбасын жаңағы бақытқа бөлеп отырған, онда ер адамдарды, сондай әйелдерді айтушы едік. Яғни сұрағында айтылашы тағы. Неге сондай ер адамдар азайып кетті? Ер адамдар, ондай азаматта санасы ер азаматтар көбейіп кетті. Бұл тұста білмеймін, тағы да айналып келіп, сол материалдық жағдай, сол баяғы ішімдік болмаса ер азаматтың бір жеңілтектігі шығар. Енді мен білмеймін, менің айналамда ондай адамдар қуанышқа орай жоқ. Өзімнің достарым, араласатын бауырларымның арасында әйтеуір отбасымды қалай асырасам, қалай жағдайын жөндесем деген азаматтар енді көріп естіп жүрген жағдайларының барлығы бұл ішімдік, не болмаса материалдық жағдай, құмар ойын, басқа да дүниелер, соған байланысты жағдайлар, соның кесірінен жаңағы шаңырақта шайқалып жатады. Ал басқа не себепті? Енді өзінің отбасында жағдай барлығы жақсы, тамағы тоқ, киімі көп, барлығы ондай болатын болса, неге ондай жасау? Абайдың сөзімен айтсақ, тамағы тоқтық, көйлектің көктігі, аз бірақ адам баласың ғой. Енді білмеймін, енді
Неге онда ер азаматтар егер барлық жағдай жақсы болып жүрсе, неге бәрі сондай болып кетпейді онда? Бірақ Гүлмира ханым онымен тікелей жұмыс істегендіктен олардың көбейіп бара жатқанын айтып отыр ғой. Қазір қоғамның енді сіздер халықпен бұған бірінші кезекте не себеп сонда? Біздің ортамыздағы алтын көпір сіздер, сіздер арқылы халық бұл проблеманы біледі, сіздер арқылы бұның шешу жолдарына. Гүлмира ханым, санасы ер азаматтардың көбейіп кетуі не себеп? Сізге осы сауалды жолдайықшы. Иә. Мен сіздің бұл сұрағыңызға былай жауап берейін. Мысалы, кеңес өкіметі құлады. Тәуелсіз Қазақстан 90 жылдары жаңағы жоспарлы экономикадан біз нарық экономикасына аудардық. Орталықтандырылған жоспарлы экономикамыз құлдырады. Авторитарлық режимнен біз жаңағы демократияға көштік. Сол кездегі бала болған адамдар қазір бір отбасының ерлері, әйелдері ғой мысалы, сол 90 жылғы туған, 90 жылдары 5-6-та болған адамдар қазір 30-дың үстінде. Сол кезде мысалы тұрақты жұмыс жоқ, елдің барлығы жаңағы саудаға көшті. Саудаға көшкенде қазіргідей мысалы телефон арқылы тапсырыс бере сап әкелетін емес. Тауарды мысалы басқа жаққа барып әкеледі, оған бәленбай күн кетеді. Сонда жаңағы отбасындағы құндылықтар, отбасындағы тәрбие ақсап қалды. Негізгі себебі сол ма деп ойлаймын. Өйткені мысалы біздің бала кезімізде отбасылық құндылық, отбасылық жаңағы кеңес, кешкілік дастархан басында бәріміздің бірге жиналуымыз, әкеміз дастархан басында төрде отырады. Оның барлығы бізге тәрбие болды. Отбасы культуры. Айналып келгенде бұл тағы да сол бір материалды жағдайға тірелетін сияқты. Жоқ, енді тыңдаңыз, сонда жаңағы күні бойы кім неме істеді, қандай шаруамен шұғылданды, әркім өзінің есебін беретін, күні қалай өткендігі. Бұның барлығы тәрбие ғой. Мәміле болатын, отбасылық бір мәміле болатын. Одан кейін жаңағы әкеміздің мамаларың шаршады, көмектесіп жеріңдер мысалы, ана сияқты жуыңдар, тамаққа істеуге көмектесіңдер, немесе анамыз айтатын, әкелең шаршап келді, жоламай сабақтарың бол, тез жат, демалыңдар деп мысалы. Осының барлығы кәдімгі күнделікті қанға сіңе беретін тәрбиенің көзі. Бұл жерде мен де келсем, бірінші кезекте қаншама мәселенің бұл проблеманың барлығы айналып келгенде, бағанан бері айтып отырмыз, тұрмыстық зорлық, зомбылық, материалдық жағдай, ішімдік болсын, басқаның барлығы енді жауап тапқан сияқты мен. Бұның барлығына отбасылық, расында да отбасылық бір қарым-қатынас, байланыс жоқ, мәміленің жоқтығынан осы жағдайдың барлығы. Отбасы институты құлдырап кетті. Отбасылық бір араласу, байланысу болмағаннан кейін. Бір-бірін сыйламайды мысалы. Қазір енді қоғамдық көлікте жүргенде де көреміз. Мысалы, әжесі отырады, оның қасында кішкентай баласы отырады. Сосын бала орын берсін десе, жоқ, ол шаршап келеді сабақтан, сөмкесі ауыр, отырсын дейді. Біздің мысалы жас кезімізде, бала кезімізде сондай болды ма? Онда біз мектепте солай үйрететін. Қоғамдық көлікке егде жастағы адам кірсе, орнынан тұрып орын бер. Қазір жастары орын бермейді көп. Байқайсыздар ма? Енді осының өзі тәрбие, жаңағы әжейдің сөзі. Ол шаршап келеді. Қазір бірлі-екілі бала жаңағы баланы жаңағы хан көтеріп, үлдемен бүлдеге орап, барлық жағдайы қамтамасыз етілген жасап, оған бала соған сол неге қалыптасып алады, сондай жағдайға, сондай өмірге қалыптасып алады. Қоғамға да байланысты шығар, қазіргі қоғам, ортадағы адамдар, араласып жүрген адамдар, смартфондар, не сөйлеспейді, не араласпайды, бір-бірімен байланыс жоқ, әкесі баласының не істеп жатқанын білмейді, қызы қайда жүр, оған кім не айтып жатыр, әкесі жұмыстан шаршап келеді да, оны сол бір материалдық жағдай қысады да, ол ақшаны қайдан тапсам, не істесем. Анвардың айтатыны тек материалдық жағдай екен. Менің ойымда қазір өзінің материалдық жағдайын түзеу керек болып тұрған сияқты содан кейін. Жоқ, Гүлмира ханым келсем, отбасылық мәміле жоқ, отбасылық бір байланыс жоқ, бір дастарханның басында отырып сөйлесу жоқ. Барлығымыз қазір отырдық. Мысалы, өкінішке қарай менде де бар ондай бір кейде бір отырасында
барлығымыз отырамыз, бірақ жұмыс бабымен ана жерде өз Балаларға, басынан өткен дүниені мен отбасына енді өзімді көңіл айтып отырмын да, бөлу. ана жерде жұмыспен так, ананы істеп тастау керек, мынаны істеп тастау керек, мына шаруаны тындырып тастасам жақсы болар еді деген сияқты кейде тұрып кетіп қаламын. Ол рас, бұл жерде мен 100% келісемін. Отбасылық бір байланыс жоқ. Сонда жаңағы кішкентай бала біз мән бермейді, байқамайды дейміз, ол бәрін біледі, олар бәрін байқайды, бәрін сезеді. Жаңағы жерде қасыңызға келіп, сіздің өзінің бір жетістігімен бөліскісі келді, сосын келші деп айтасыз ғой, оның өз балаға не жаңағы бала өкпелеп қалуы мүмкін, маған көңіл бөлмейді, мысалы. Кейін ол келмей қою мүмкін. Кейін келмей қою. Айтады ғой, баланы емес, өзіңді тәрбиеле дейді ғой, бала саған қарап. Сен сияқты болады деп бәрібір, өзінің пікірін, ойын қалыптастырады. Гүлмира ханым, жаңа дағдарыс орталықтарының қызметі туралы айттыңыз, сол орталықтардың қызметкерлерінің айтуынша тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген әйел 6 ай сол жерде болады, демалады, балалармен бәрімен сол жерде тегін тұрады ғой, қамтамасыз етіледі. Содан кейін қайтадан сол жаңағы агрессорға қайтып барады дедік, ол жаңағы бір күш жинау болды ма, оған демалу болды ма, содан кейін барады. Жалпы бұл дағдарыс орталықтарының сонда тиімділігі қандай? Тиімділігі, біз қазір бізге дағдарыс орталығы болмаса, полиция ана қазір енді жаңалықтардан да, бұқаралық ақпарат құралдарынан да көрсетіп жатыр ғой енді. Өткенде осы бір 3-4 күн бұрын ғана көрсетті. Бір полиция қызметкері өзінің баласы қуып шыққан орыс әйел, егде жаста, өзі бір бөлмелі пәтерде тұрады екен, 3 баласымен, өзінің үйіне әкеп кіргізіпті. Енді бұл жерде оны дағдарыс орталығына жіберейін десе, мысалы, не жоқ, оған негіз керек қой, мысалы. Сондай жағдайлар, енді қазір қатты кикілжің, қатты даудамай болып тұр, агрессорды құрықтайтын не жоқ, заң бойынша норма жоқ, мысалы. Сондай жағдайда біздің дереу әйел адамға беретін ұсынатын ұсынысымыз сол дағдарыс орталығы. Ондай жерде әйел адамда ойланбайды, ана жерден өз ойын, өзін бір сол қауіптен құтқару мақсатында сол жерге барады. Ол 6 айдың ішінде көп отбасылар өздерінің жаңағы жіберген қателіктерін түсініп, өз отбасын қайттан қайтарып алатын ер адамдар бар. Түзеліп, жаңағы түсініп, маған бір ер адам хабарласқан болатын. Күнде кешкілік үйге келем, үйде не жүгірген бала жоқ, не әншейінде шашылып жататын бөлме жоқ, не ыстық пісіп тұрған тамақ жоқ. Осының бәрін сағындым. Әйелімді қайтарып алуыма көмектесіңізші, менің әйеліммен сөйлесіңізші деген ер азамат болды. Сосын әйел адам бірден келіскен жоқ. Ол өзі шарттарын қойды, осыны осылай істе, осыны былай істе деп. Содан кейін 2,5 айдан кейін ғана үйіне қайтты. Қазір ауқымаған шығып тұрады байланысқа, бізде бәрі жақсы. Жаңағы нелерін, статустарын қарап отырам. Тату тәтті қазір. Жалпы бізде тек қана әйелдерге арналған ғана дағдарыс орталықтары бар, мүмкін ерлерге ашу керек шығар сондай орталық. Ерлерге ашу керек деген бізде сондай ұсыныс жасады. Қаншалықты көп келеді ол жерге ер азаматтар? Онда біздің жұмысымыз анағұрлым жеңілденуші еді. Сол жерде 6 ай жатып, агрессор емделсе, ол әлде қайда бір көрсеткіш болады еді. Гүлмира ханым да айтып отыр ғой, ер азаматтар о жағынан камераны соғып, әйел адамдар кішкене келеді, более ашық, өз ойларын айтып жатса, ер азаматтар жоқ қой, ер азаматтар мойындамайды ғой олар ауруын. Жоқ, енді сондай дағдарыс орталығында мысалы бір еркек, мысалы бір отбасынан бір-ақ адам барады, бір-ақ еркек барады, мысалы. Онда ол мемлекеттің де қалтасына кішкене тиімдірек болардың еді. Бір отбасында мысалы 5 баламен әйелді, 6 адамды қамтамасыз ету қалай, бір адамды қамтамасыз ету қалай, мысалы. Сондықтан билік өкілдері осы жағында ойласаңыз, бюджетке көп шығын келтірмейік, ер азаматтарға да дағдарыс орталықтарын ашайық. Сонда біздің тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдай жақсарады. Қолданыстағы заңда, 2009 жылы шыққан заңда, осындай факт орын алған жағдайда, мысалы, құқық бұзушының альтернативті баспанасы болатын болса, ол сол жерге кету керек.
Ал енді өздеріңіз білесіздер, қазір халықтың көбі пәтер жалдап тұрады, мысалы, немесе бір бөлмелі пәтерде тұрады барлығы, көп, мысалы. Сондай жағдайда кетелмейді, баратын жер жоқ. Одан кейін біз еріксіз әйел адамды отбасымен дағдарыс орталығына жібереміз. Бізде енді пандемияның кезінде мынандай бір жағдай болған. Түнгі сағат 2:30 менің ұялы телефоным шырылдады. Телефонды көтеріп қалсам, 7 айлық аяғым ауыр, жалаң аяқ далада тұрмын дейді. Сіздердің жұмыстарыңыз өте қорқынышты екен. Иә, не істеймін, мен ана елді аяқ ауырды далада, мен қалан шетінде тұрам, не істеймін. Түнгі сағат 2:30 болғаны қарамастан, білемен дағдарыс орталығына бара алмайды. Өйткені ол кезде олар карантинға жабық болды, екінші дағдарыс орталығы бізде толық, ол жерде орын жоқ. Волонтерлық бір ұйымдар бар, соларға шықтым. Осылай, міне түнгі сағат 2:30 осындай жерде тұр. Қандай көмек көрсете аласыздар? Қазір 10 минутта барып алып кетеміз деп. 10 минутта барып, ана волонтер 2 бала, жас бала, әйел адамға пәтер тауып беріп, оның 3 күнге ақшасын төлеп өздері, тамағын, бірінші қажетті нәрселерін әкеп беріп, 3 күннен кейін әйел өз отбасына оралды. Сондағы себеп екеуінің ортасындағы кикілжің. Енді әйел адамдар аяғы ауыр болған кезде кішкене эмоцияға беріледі, мысалы, ер азаматының тарапынан жаңағы назар аз болып қалған, көңіл аз болып қалған, соның нәтижесінде ер адамдар енді өздерін көбіне ұстай бермейді ой бұндай жағдайда. Ол ашуға ерік берген, мысалы. Сондай жағдайда сөйтіп жалаң аяқ далаға шыққан. Енді сіздің жеке өміріңізге келсек, осындай қоңыраулар түсіп жатыр, күн-түн демейді, сізге қоңырау түседі, көмек сұрайды. Сонда сіздің жолдасыңыз қалай қарайды бұған, жұмысыңызға қолдау көрсете ме? Қолдау көрсетеді. Менің отбасым менің жұмысымды жақсы түсінеді. Мысалы, айттым ғой, отбасын құрған кезде, некеге тұрған кезде алдын ала келісіп алады деймін ғой. Мен де осы жұмысқа тұрған кезде үйдегілермен келісіп алдым. Күндіз, егер жаңағы үй өртеніп жатпаса, аса қажеттілік қатты тумаса, телефон шалып мазаламайсыңдар. Маған телефон шалса, енді ол очень горячий нәрсе деп түсінем, мен сол кезде алам. Одан кейін, мысалы, үйде жүргенде енді әйел адамыз ғой, үй шаруасы, телефон ана жерде қалып қою мүмкін. Сол кезде звондап жатса, жолдасын әкеп береді, звондап жатыр деп. Түн ішінде, мысалы, телефон звондап көмек керек болатын болса, ол да менімен бірге шығып, мысалы, бір жерге апарып жеткізіп, сондай ұйымдастыру жұмыстарын ол да менімен бірге атсалысады. Енді ол жағынан олар түсіністікпен қарайды. Қазір енді балаларымда, Аллаға шүкір, үлкейді. Ешқайсының белі бесікте, ауыз емшекте емес. Сондықтан түсіністікпен қарайды. Жалпы жаңа әйелдер тұрмыстық зорлық-зомбылық көреді дейміз, бірақ мүмкін еркектер әйелдерінен психологиялық зорлық-зомбылық көретін шығар. Ол жаңа айтады ғой, мен миымды жейді, маған көп ақша тап деп айтады, маған бүйтеді, ұнатпайды деген сияқты. Бар. Ондай еркектер қаншалықты көп деп ойлайсыз? Сондай көп емес. Енді пайыздық мөлшермен айтатын болсақ, мысалы, 10%-ға толмайды. 10%-ға толмайды. Демек өте аз. Ануар, сен қалай ойлайсың, ондай еркектер бар ма? Әйелін миын жеп қоймайтын. Әйелі күйеуінің миын жейді. Әйелі психологиялық қысым, зорлық-зомбылық көрсетеді. Еркектің бар шығар бәлкім, енді жоқ емес. Қазіргі заманда енді бәрін көріп отырмыз. Өкінішке қарай барлық дүниелер бар шығар. Енді ол бір мысалы мен ойламаймын енді. Бірақ әрине көп жағдайда еркектер кінәлі шығар жаңағы тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа. Бірақ әйелдерден де болып жататын жағдайлар бар, жаңа өзің айтасың. Жеп, анша жетпейді деген сияқты. Анаған қарайды, мынаған қарайды, неге мен кимеймін, неге өнбеймін деген сияқты. Ондай жағдайда не істеу керек енді еркек? Қалай ойлайсың? Басқа ел алу. Жоқ. Сіз неше ел алар едіңіз? Мүмкіндік берілсе ме? Иә. Бір әйел. Қандай мүмкіндік? Енді сізде бір әйел бар ғой? Жоқ, бір әйел бар, болды, маған басқа әйелдің қажеті жоқ. Сіз бағана сөзіңіздің басында 4 әйел деп қалдыңыз ғой. 4 әйел ма енді? Негізі ой бар ғой деймін. Жалпы дін жағынан қарағаным ғой. Мен енді
мен бірінші өз бала шағамды осы келіншегімді тойдырып толтырып алайыншы. Мен оған шамам жетіп жатса, әрине оған шама жете ме қазіргі заманда білмеймін. Бірақ шамам жетсе екінші әйел алам дейсіз ғой. Алуға қарсы емеспін. Алуға қарсы Өзіңізде емес. табиғат, мысалы табиғат ер адамды полигамды қылып жаратқан, әйел адамды моногамный қылып жаратқан. Табиғат қой, енді жаңағы ер адамдардың әйелдерін қызғанып жатады ғой, сол кезде мен ер адамдарға айтамын, сіз қызғанбаңыз әйеліңізді. Әйел ол сізді ұнатып, сүйіп, сізге тұрмысқа шығып, өзінің тағдырын, өмірін сізге арнады ма, ол сізге жаңағы шөп салып, жаңағы сізді алдап, сізге қастандық жасамайды. Себебі, оның мысалы, сізден сүйіп отырған баласы бар. Жатса тұрса сізді ойлайды, сізді нетеді. Жаңағы ешқандай себепсіз қызғанышты жасай беретін ер адамдар болады. Ол еріксіз сол әйелді сондайға итермелейді. Сондықтан орынсыз қызғаныштың да шегі болады. Керек жоқ ондай нәрсе. Мен келісемін. Ал енді 4 әйел деген рас, ол 4 әйелді ер адамның бағатындай жағдай бар ғой, тың бойынша, Ануар мырзаның айтуы бойынша. Енді жағдай жасыңыз қазір нешеде? 29-да. 29-да. Енді таяу бір 2 жылда жаңағы әлеуметтік жағдайыңыз өте қарқынды дамып, байып кеттіңіз делік, миллиардер болып кеттіңіз. Сон 1-2 жылда осы жерде осылай кездесейікші, сол кезде Ануардың ары қарайғы әңгімесін тыңдаймыз, Мен міндетті түрде аламын. Менің келіншегім де оған қарсы емес. Қарсы емес, ол әу баста біз енді жай қалжың ретінде, мысалы қалжың ретінде басталды, дастархан басында осындай әңгіме. Екеуміз бір-бірімізді жақсы түсінеміз, екеуміз бір саладанбыз, бір салада жұмыс істейміз. Мен қалжың ретінде әңгімелесіп отырдық та, маған айтты, Ануар, сен бірінші жағдайыңды бізді толтырып алшы. Сен енді еркек адам 2 әйел алғанда екеуін бірдей ұстау керек, ол мысалы мынаған көп көңіл бөліп, мынаған көп көңіл бөліп, не емес, екеуін теңдей болу. Мынада үй болса, бұл екінші әйелінде де үй болу керек. Ода да үй болса, мына жақта да үй болу керек деген сияқты. Енді бұл из области фантастики дейміз ғой. Әзірше реальный, ол дүние емес, ол мүмкін емес, мысалы, өзің жынды болып кететін сияқтысың, 2 әйелмен де. Екінші әйел алғым кеп тұрады деген бір өлең бар еді, еркектерде ондай шанс жоқ, бірақ деймін. Шынымен көп еркектен естиміз ғой негізі, жағдайын жасасам неге екінші әйел алмасқа деген. Неге әйел алмасқа, екінші әйел алмасқа? Мен оған қарсы емеспін. Ануар мырза, жағдайыңызды жақсартып, тезірек екінші әйел алуға тырысатын шығарсыз енді. Жағдайым жақсартуға тырысам, бірақ біздің үйде өзіміздің құпия келіншегімнің қойған лимиті бар. $1 миллион деген сияқты ма, содан кейін соған жеткізіп алғаннан кейін екінші әйел алуға рұқсат. Енді сен соған жету үшін күні-түні жұмыс істеп жүрген шығарсың. Алматыдан Астанаға ауысып келдім, сол үшін 2 ай болды бұдан кейін. Жағдайында сен. Әрине, ал жалпы мен өзім келіншегімді қатты құрметтеймін. Бұл проблеманы көтеріп отырған себебіміз, мысалы, қазір қазақ қыздары ұрпақ сүю, ана болу үшін, мысалы, басқа ұлттармен де қосылып жатқан, басқа ұлттарға барып жатқан жағдайлар жиі кездестіреміз. Өте көп. Тәжірибемде болды сондай жағдай. Басқа ұлттың өкіліне тұрмысқа шықты, кішкентайлы болды, небары 1,5 жыл ғана өмір сүрді бірге. Қазір шетелге кеткісі келеді. Қыз бала осында жұмысы бар, жаңағы туыстар осында. Кеткісі келмейді. Шетелге кетуден қорқады. Енді оны қорқатын өзінің себептері бар. Діни бағытта қорқады, өзінің болашақ өміріне қорқады. Жақсы, енді соңғы тақырып болсын, жаңа тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 4 түрі бар дейміз, бірақ психологтардың айтуынша бұл 4 түрінен әлде қайда көп зорлық-зомбылықтың түрі, мысалы, ол репродуктивтілік дейді. Оған жаңағы әйелге
сен маған ұл туып бер, 3 қыз болса, 4-шісін ұл туып бер деп оған айта беру, ол мүмкін 3-ші бала туғаннан кейін әлі өзіне келмеген шығар, соны миында жүреді дейді. Мен оған ұл туып беруім керек, қалай да болсын деген. Осыны заңға енгізсек, тұрмыстық зорлық зомбылықпен күресу әлде қайда жеңіл болады дейді. Сіз осыған қалай қарайсыз? Енді кейбір адамдарда мүлде бала жоқ. Кейбір отбасылар бір перзентке зар болып отырады. Енді бұл жерде ұл деп, қыз деп бөлудің мен несі жоқ деп ойлаймын енді. Ал жаңағындай ер адамның әйел адамға соны туып бер деп айтуы, енді ол кішкене орынсыздау дүние ер адам тарапынан. Өйткені әйел адам ол егістік, а ер адам ол диқан. Қандай тұқым салып, қандай не шығарады? Ер адам сондай егістік. Иә. Сен қалай ойлайсың, Ануар? Бұл да менің ойымша миға қонбайтын дүние сияқты. Алла тағала ол берді, сен ол ұл бере ма, қыз бере ме? Мен ондай принциптер жоқ екен менде. Мен айтпаймын, ұл туып бер деген сияқты ондай дүние жоқ. Шүкір, 2 қыз, 1 ұлым бар, өте қуаныштымын Алла тағаланың бергені. Тағы қыз болса, мен тағы қуанышты боламын. Мен ондайға ешқандай нем жоқ. Ал қазіргі жағдайда білмеймін, ондай Гүлмира ханым дұрыс айтып отыр, перзентке де зар адамдар өте көп қой енді. Көп қазір. Ондай жағдайда қазір менің ойымша сен ұл тумадың деп ажырасып жатқан жағдайлар аз шығар, кем шығар, болмаса жаңағы тұрмыстық зорлық зомбылық оның кесірінен ондай жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша Алла тағала берді, сенің балаларың соған. Менің өзім құрбым бар, 6 қызы бар. 5 қызы бар, 6-ші сол болып туды. Өзімнің тәтем бар, 6 қызы бар, 7-ші сол болып туды. Енді ол адамның өзінің жаңағы әрекетіне, өзінің ниетіне байланысты шығар. Енді бағдарламамызды қорытындыласақ, Гүлмира ханым, бүгінгі бағдарламада не түйдіңіз? Жалпы көрерменге не айтқыңыз келеді? Ешбір жағдайда зорлық, зомбылық орын алмау керек. Біз Конституциямыздың 1-ші бабында көрсетілгендей құқықтық, зайырлы, демократиялық мемлекет болғандықтан біздегі ең басты құндылық адамның құқықтары мен бостандықтары болу керек, өмірі. Сондықтан әрбір қазақстандық басқа бір адамның құқығын бұзбас үшін дұрыс қадамдар жасау керек. Екіншіден, осындай тұрмыстық зорлық, зомбылықты көрген немесе соған бір куәгер болып қалған адамдарды да бейжайлық танытпауға шақырамын. Сіздің жай ғана қарапайым қоңырауыңыз басқа бір адамның өміріне араша болуы мүмкін, ол адамның денсаулығына араша болуы мүмкін. Сол бір қоңырау арқылы сіз бір адамды құтқарып қалуыңыз мүмкін. Мысалы, қазір көп қабатты үйде тұрады ғой, естіледі. Мысалы, сондай жағдайда бейжайлық танытпай көмектескен, көмек қолын созған дұрыс болады деп есептеймін. Ануар, сен мен басында келген кезде бұл бағдарламаға сен шақырдың ғой, маған хабарластың ғой, WhatsApp-та жазған кезде мен аса мән берген жоқпын. Сонымен ер азаматтардың мүдделерін барынша қорғауым керек деп оқтанып келген ғой. Кейіннен біраз уақыт өте келе жаңағы отбасылық мәміле деген дүниені ұмытып кетіппін. Расында да жалпы қазір кез келген отбасыда бір байланыс, ара қатынас, күнделікті кешкі ас, бір жерге қыдырып отбасымен баратын болса, осыны естен шығармаған абзал, осыны естен шығармаған жөн. Сондай болған жағдайда өкінішке қарай мен де ұмытып жатам, бағанында айттым ғой. Егер де отбасыда көп байланыс, қарым-қатынас, байланыс болса, ешқандай да ондай не бола қоймайды деп ойлаймын енді. Сондықтан да қазіргі көз ашық көкірегі ояу адамдар көп қой енді. Қазір біздің заманда ол бір-бірін ұрып, төмпештеп, болмаса ұрып соғып жүретін заман емес. Қазір ақылмен шешетін дүние ешқандай. Мәмілеге келіп. Иә, ортақ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір мемлекет дедіңіз ғой. Отбасы деген бұл кішігірім бір мемлекет. Енді отбасы құрғаныма 6 жыл болды ма? 7 жыл болыпты. 7 жыл болыпты. Енді сіздерге қарап отырмын, енді 2 балаңыз үлкен,
Алла тағала сондай жасқа жеткізіп, уақытқа жеткізіп, осындай үлкен, осындай бір дұрыс, дені дұрыс әңгіме. Бүгінгі бағдарламада айтқанымнан түйгенім көп болды. Сол үшін рахмет. Құрметті спикерлер, бізге келіп, алтын уақыттарыңызды бөліп, тұшымды әңгіме айтқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Құрметті көрермен, тағы естеріңізге сала кетейін. Бізде бүгін қонақта болған Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінің әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы Гүлмира Шрахметова және тележүргізуші Ануар Карбозов. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз, сау болыңыздар.